Гүлназ. О, сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеше туған күн бітпей ерте кетіп қалғаның не? Иә. Жайға қалатын әдетім жоқ. Үйге кетіп қалдым. Түсінікті. Мүмкін бір жерге барып қыдырып қайтамыз. Күн әлі жарық қой дегендей. Білмеймін. Негізінде менімен қыдыратын жігіт өте сенімді әрі мықты болуы керек. Саған менен артық қандай сенімді адам керек, а? О, ауызбен айту оңай ғой, оны дәлелдеу керек қой. Мысалы қара. Мысалы мынау менің әкемнің әскердегі кезі. Мен осы суретпен мақтанам. Сенің осындай суретің бар ма? Толып тұр. Менің инста парақшамда ашта фотоларымды жазып алып, статусыңа салып қой. Тоқта, сен сонда әскерге бардың ба? Жоқ, а? Оның не қажеті бар? Түсінікті. Сонымен қыдырамыз ба? Жоқ, ренжіме. Мен сенімен қыдыра алмаймын. Мен тек әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеген азаматпен ғана қыдырам. Ал мен әскерге барып келсемші. Онда да жоқ. Өйткені сен әскерге мен үшін емес, отан үшін баруға тиіссің ғой. Қош бол, болашақ сарбаз.